кейін нақты леченияны білуге болады. Егер кандида болса, бүгін мен жоғарыда айтқан лечения түрлерін қолдансаңыздар болады. Ауыз қуысында түрлі калибрлі жаңағы жаралар пайда болады, температура, дискомфорт, баладағы раздражительность, тамақ жемей қояды бала. Және үйде стоматитке қарсы сіздің аптечкаңызда қандай дәрілер болуы керек? Ірің пайда болады, ірің ағзаға кету арқылы екіншілік бактериалды инфекцияны сіз балада бастан кешіру мүмкіндігі бар. Ол стоматит бізде бірнеше факторлардың әсерінен шақырылады. Қайырлы күн, құрметті оқырман, Абылай Қалдарбек YouTube каналының оқырмандары. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге талдап беретін тақырыбым ол балалардағы жалпы стоматит. Стоматитпен әрбіріңіз кездестіңіздер, және енді оны қалай тиімді емдеу керек, стоматит неден пайда болады, қалай жасау керек, соның барлығын осы видеода айтатын боламыз. Лайк басып, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Стоматит дегеніміз не? Бұл ауыздағы жалпы шырышты қабаттың бүтіндігінің бұзылуы. Ол жерде түрлі диаметрлі, домалақ пішінді, беті ақ жабындымен жабылған түрлі жаралардың пайда болуы. Енді стоматит кезінде балада дискомфорт пайда болады, әрине. Ол стоматит бізде бірнеше факторлардың әсерінен шақырылады. Біріншісі ол ауыз қуысындағы стафилококк немесе стрептококк. Бұл екі бактерия біздегі ауыздағы микротрещиналар, микрозақымданулар арқылы сол жерге түсіп, местный бізде жара пайда болады. Ал одан кейінгі нәрсе, балаларда көп кездесетін себептердің бірі ол кандида, яғни грибоктар. Грибоктар ауыз қуысында шамадан тыс жоғарылаған кезде тоже слизистый оболочканың бүтіндігін бұзатын болады. Енді бұл симптомдар балада дискомфорт, температура, ауырсыну, тамақты жемей қою, әлсіреу деген сияқты белгілердің барлығын шақыруы мүмкін. Стоматитті егер сіз тиімді емдемейтін болсаңыз, ол ауыз қуысындағы жаралардан ірің пайда болады, ірің ағзаға кету арқылы екіншілік бактериалды инфекцияны сіз балада бастан кешіру мүмкіндігі бар. Сол үшін стоматитті тиімді емдеу, қажетті емді уақытылы жасау өте маңызды. Бүгінгі видеода стоматитті қалай емдеу керек, не жасау керек, алдын ала қалай алуға болады, осы туралы толық айтатын боламыз. Және үйде стоматитке қарсы сіздің аптечкаңызда қандай дәрілер болуы керек, сол туралы да осы видеода қозғап кетеміз. Лайк басып, менің арнама тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Баладағы стоматиттің негізі біз 3 кезеңін бөліп ажыратамыз. Біріншісі ол инкубациялық, яғни жасырын кезең. Ауыз қуысына қоздырғыш түскеннен кейін 2-7 күн аралығын уақыт алады. Яғни возбудитель түсті, ол пока слизистый оболочканы зақымдап, ол жерде жара пайда болады дегенге дейін 2 күннен 7 күнге дейін уақыт өтуі мүмкін. Екінші кезең ол бізде асқыну кезеңі дейміз, период разгара, яғни өршу кезеңі. Бұл кезде ауыз қуысында түрлі калибрлі жаңағы жаралар пайда болады, температура, дискомфорт, баладағы раздражительность, тамақ жемей қояды бала. Ал үшінші кезең бұл уже сауығу кезеңі, яғни жаңағы жаралардың беті қоңырқайланып, толық қабыну қайтып, беті құрғап, қабыршақтана бастайды. Енді осы үшінші кезеңге дейін жету үшін балада біз тиімді ем жасауымыз керек. Енді стоматит жалпы баладан балаға жұға ма? Осы нәрсені айтайық. Тікелей стоматит баладан балаға жұқпайды. Бірақ ауыз қуысындағы қоздырғыш, иммундық система төмен кезде басқа балалардан сол қоздырғышты жұқтырып алуы мүмкін. Яғни балаңыз стоматит болып жатса, мейлінше басқа балалармен контактқа түсірмегендеріңіз дұрыс. Себебі бала деген бір ойыншықпен ойнайды, бір затпен қолданады. Соның әсерінен басқа балаларда да стоматит дамуы мүмкін, әрине, если иммунитет төмен болатын болса. Енді мен айтып жатқан жаңағы вирустар, грибоктар, бактериялар ауыз қуысын зақымдаған кезде бірінші кезекте бетке зақымдаулар болады. Яғни шырышты қабаттағы катаральды белгілер, шырышты қабат ісіне бастайды, қызара бастайды, балада дискомфорт пайда болады, бала мазасыздана бастайды. Одан кейін жалпы бізде автозный период, немесе біз фиброзный период деп айтамыз, яғни автылар, жаңағы жаралар ауыз қуысында пайда болу кезеңі. Енді жалпы сіздерде если герпеспен немесе басқа да вирустармен шақырылған стоматит болатын болса, бұл противовирусный терапиямен емделеді. Оның жалпы вирусный кездегі емді мен келесі видеоларда айтамын. Ал бүгін бізде именно мынау кандидамен, яғни кандидоз грибоктармен зақымдалған стоматиттің емін айтатын боламын. Ең бірінші кезекте ауыз қуысында тазалық сақтаңыз. Балаңыз көп мөлшерде су ішсін. Ол бірінші кезекте. Екінші мен айтатын нәрсе, міндетті түрде ауыз қуысын метилен когімен, асептикалық растворлармен, хлоргексидимен шайқап, шайып немесе обработка жасап отырыңыздар. Енді сіздерде мен айтқан кандида, яғни кандидоз болса,
грибок. Оған противогрибковый флунол, флуконазол секілді немесе кандид секілді препараттарды қолдансаңыз болады. Флунол, флуконазол күніне 1 рет қолданылады, 1 реттен артық болмайды. Ал енді кандидпен күніне 3 рет әр язваның үстін күйдіріп обработка жасауыңызға болады. Және балаға міндетті түрде иммунитет көтеруге витаминдер, иммуномодуляторлар беру керек, баланың иммунитетіне поддержка жасап отыру керек. Стоматит кезде бізде арнайы диета болу керек па, бала қандай тамақтар жеу керек, сол туралы кішігірім айтып кетейік. Стоматитті жұқтырған баланың негізгі диетасын әртүрлі формада өзгерткеніңіз дұрыс. Белоктарға, витаминдерге бай тағамдарды беріңіз. Қатты ыстық тамақ ауызда дискомфорт шақырып, балада қорқыныш сезімін шақырады. Ал дұрыс тамақтанбаған бала әрине ол әлсіреп қалады. Балаңыздағы стоматит мен айтқан герпестен, кандидадан, бактериядан пайда болғанын қалай білуге болады, яғни диагностиканы қалай жасайсыз? Бірінші кезекте біз баланы диагностика жасаған кезде бірінші анамнез жинаймыз, қалай басталды, қалай болды, кейін ауыз қуысының тарауы баладағы, жалпы ауыз қуысындағы анализдерді алу, ол бізде бакпасевтер, кандида альбикансқа, бакпасев изеваносына, стафилококк стрептококқа и дополнительно герпеске аламыз. Көбінесе бізде кандиданың әсерінен шығады. Екінші кезекте герпес тұр, үшінші кезекте уже стрептококк, стафилококктардың әсерінен пайда болатын стоматитті біз бөлеміз. Енді сіз результатты қолыңызға алғаннан кейін нақты леченияны білуге болады. Егер кандида болса, бүгін мен жоғарыда айтқан лечения түрлерін қолдансаңыздар болады. Қосымша сіз ультрафиолетовый луч арқылы ауыз қуысын, яғни сәулемен қыздыру, ертерек слизистый оболочканың қалыпқа келуіне жағдай жасау, осының барлығын жасауға мүмкіндігіңіз бар. Если сіздерде герпес немесе вирустың әсерінен, қосымша бактерияның әсерінен болса, оның емдеу тактикасы сәл өзгереді. Көбінесе ата-аналар стоматит шықты, қолданып жатыр, балам жақсармай жатыр деген нәрсе, міне осы тұста ара жігін ажыратып, қайсысын қалай қолданудан қате кеткеннен балаларда болып жатады. Егер стоматитке байланысты қандай да сұрақтарыңыз болса, комментарийге төменге жазыңыздар. Егер сіздерге консультация керек болса, балаңыз жиі стоматит болып қалатын болса, міндетті түрде описанияда және комментарийде қалдырған номерлерге, және экранның төменгі жағына тоже қалдырамын номерді, осы номерге хабарласу арқылы біздің орталыққа консультацияға келсеңіз болады. Консультацияға келіп, сіз не аласыз? Бірінші кезекте білікті, квалификациясы жоғары консультация аласыз. Балаңызды толық қараймыз, қажет болса анализдеріңізді тапсырасыз, толық леченияны барлығын осы бір орталықта, бір жерде жасатуға мүмкіндіктеріңіз бар. Олай болса балалардағы стоматиттен құтылайық, себебі стоматиттің асқынуы ол организмдегі екіншілік бактериялық қабыну. Оған жеткізбеу әрине біраз нәрседен құтқарады. Если қабыну процесі уже жүзеге асып қойған болса, біраз препаратта баланың ағзасындағы біраз иммунный клеткаларда күшін жоятын болады. Сол үшін ондай асқынуға жеткізбейді. Арнаға тіркеліп, стоматит туралы ой пікірлеріңізді комментарийге қалдырып кетіңіздер. Келесі видеода жүздескенше, келесі видеоларда мен стоматиттің вирусный немесе бактериальный кезінде қандай ем жасау керек сіздер үшін түсіретін боламын. Сол үшін мені жоғалтып алмау үшін міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар.